Aha. Сонда қара, 0,2 х квадрат минус 6х қосу 2, а мынау 0,2-ның квадраты. Енді міне негіздері тең болса, онда мына көрсеткіштері де тең болу керек. Түсінікті? Иә. Вот. Сонда бірден бүйте саласың. Х квадрат минус 6х плюс 2 тең 2. Так, мына 2 мен 2 қысқарады енді, түсінікті неге Иә. екен? Иә. Өйткені мына 2-ның алдында таңба жоқ, плюс тұр. Ол сол жаққа Мгм. қандай таңба? Ми? Минус. Дұрыс па? Иә. Минус 2 тең 0. Так, содан бізден шығады немене? Х квадрат минус 6х тең 0. Бұдан мына х-ті немесе міне мұнда Жақшаның сыртына. я х жақшаның сыртына шығарасың, сонда мына жерден х кетеді міне. Иә. А Х мынан минус 6 болады. х минус 6 болады. Дұрыс па? Иә. 0. Так, бұдан енді мынаның өзі 0 болады. 0. Мгм. А 0 болу үшін х нешеге тең болу керек? 6-ға. Дұрыс 6. па? Ага. Иә. Түбірлердің қосындысы 6. Сумма корней. Значит, Мгм. 0 қосып 6 тең 6. Понятно? Иә. Все. Так, зумға жазылып отыр, сосын бір қарап шығарсың. Ага, Так, жақсы. мында теңсіздік. Так, давай бұны шығармай жауабынан қарап отырып іздеп көрейік. Всегда 0-дан Мгм. бастайық. Теріс сан, мынау оң сан. Арасында қандай сан бар бізде? 0. 0. Тағы қандай вариантта 0 бар? С-да бар. Дұрыс. Екеуі уже нет, екеуі 0 дұрыс шешімді бермесе, екеуі кетеді, мына екеуі ғана қалады. 0 дұрыс шешімді берсе, Ага. онда екеуін бірін таңдаймыз, иә? Так, х-ның орнына Мгм. 0-ды қоямыз. 8-дің 0 дәрежесі кіші. Мынау бізде, мына жерде міне былай ғой мына. 5 Или осылай бөлінген 2 ма? осылай міне, осылай қалай берсін? Ага. 8-дің дәрежесі нешеге тең? 1-ге ғой. 1-ге. Мынаны салыстыру үшін 1-ді былай ала саласың. Орындалып тұр. Енді түбірлерін лақтырып тастайсың, сандарын ғана салыстырасың. 1 2-ден кіші ме? Мгм. Иә. Кіші ғой. Значит, не А болады, не Б болады. Түсінікті? Иә. Мына қарастырмайсың. Все. Не мынау, не мынау. Так, енді міне, мен құр жақшасына қарап айта аламын. Мынау қатал, мынау да қатал. Кіші. Дұрыс па? Ага. Демек, міне мынандай ғана жақшалар болады. Тік жақша Иә, деген иә. болмайды. Мынау болмайды, все, мынау дұрыс жауап. Понятно? Ага, иә, иә. Түсіндің бе? Иә. Мхм. Бірақ бұл иррационал теңсіздіктерде мындай тік жақша болып кетуі мүмкін, алдап жібереді. Онда оған сенуге болмайды. Түсінікті ме? Ага, жақсы. Міне, сенде енді 40 есептің түгелін шығару мүмкін емес қой, сондықтан кейбір жауаптарын іздеп отырып тауып алуға болады. Мгм. Так, енді шығарамыз. Мынау былай міне. Кез келген арифметикалық түбірді рационал көрсеткішті дәреже түрінде жазуға болады. Көріп отырсың ба? Мынау 5, мынау 2. Мынау 2-ның 1 дәрежесі деп аласың. Міне Мгм. мынау бізде М. Значит, мынау 2-ның 5-тен 1 дәрежесі. Түсінікті? Ага. Так, ну а 8х дегенді, 8 дегенімізде міне ол бізде 2-ның кубы ғой. Дұрыс па? 2-ның кубы. Мгм. Сыртында. Енді мынау 3х-ке көбейтіле салады. 2-ның 3х дәрежесі болады. Ол біріншісі. Понятно? Мгм. Мынау 2-ның 5-тен 1 дәрежесі. Так, бұдан шығады. Міне негіздері, қара, негіздері 1-ден үлкен, мына 3х кіші болады 5-тен 1-ден. Түсінікті? Иә. Енді 3-ке бөлесің. Х кіші, сонда мына 3, мына 5-ке көбейтіледі. Понятно? 15-тен 1. Иә. 15-тен 1. Түсінікті? Неге міне? 3х-ті 3-ке бөлесің.
5-тен 1-ді бөлесің нешеге? 3-ке. Я, оны 1-ден 3 Мгм. деп жазасың. Понятно? Бұл Мгм. жерде 3 қысқарады. 5-тен 1, оны 1 үстіне кетеді, 3 астына кетеді. Ол Мгм. 15-тен 1 болды. Понятно? Иә. Все. Так, біріншінің үстіңгісінің шешімі табылды. Міне. Енді астыңғысының шешімі. Так, 8-ден 1. 8-ден 1 дегеніміз ол бізде 1 бөлінген 2-нің кубы, или былай міне, 2-ден 1-дің кубы ғой. Мгм. Согласен? Иә. Так, бұның барлығы тағы бізде мынандай дәрежеде тұр. X қосу 1 бөлінген 2. 4 деген ол бізде 2-нің квадраты. Дұрыс па? Мгм. Иә. Енді қара міне. 2-ден 1 дегенді былай жазуға болады. Мынандай қасиет бар. -3 дәрежесі ме? Молодец. Иә. А минус n дәрежеде дегеніміз ол бізде А бөлінген n. Иә? Иә. Яғни 1 бөлінген. Мына міне 2-ден 1 3-ші дәреже дегеніміз ол 1-дің де кубы, 2-нің де кубы ғой. 1-дің кубы ол 1 Мгм. бола береді, а мынау 2-нің кубы болып қалады. Понятно? Мгм. Вот, 2 минус 3 болады. Понятно? Иә. 2 минус 3, сосын бұл сыртында мынандай дәреже міне. X қосу 2 бөлінген 2 кіші 2-нің квадраты. Бір отсы ма? Иә. Так, енді қара міне. Енді мынаны ғана қарастырамыз, қара міне. Енді мынандай нәрсеге назар аудар, иә, мұқият бол. Міне мынау дәреженің негізі 1-ден үлкен болса, мына таңба өзгермейді. Ал 0-ден үлкен 1-ден кіші болса, онда таңба. Короче, жерде 0, 2 емес, 0,2 болса, онда мына таңбалар үлкен болып кетуші еді. Понятно? Мгм. Мгм. Иә. Міне, негізі 1-ден үлкен, мына теңсіздіктің таңбасы өзгермейді. Онда көрсеткіштерін ғана салыстырасыз. Мына -3, мына x қосу 1 бөлінген 2-ге көбейтіледі. То есть минус, ол алымына барады көбейтіліп. Түсінікті? Кіші 2 деп. Иә. Мынаны аласың сен, енді салыстырғанда енді көрсеткіштерін ғана салыстырасыз. Міне мынаны аласыз, Мгм. мынаны аласыз. Ертең нешеде енді? Сағат 2-де. Жарайды. Так, енді мына 2-ні мына 2-ге көбейте саласыз. Түсінікті? Иә. Мгм. 3x қосу 1 кіші 4-тен, иә? 3 минус 3x-ге көбейтіледі, минус 3x минус 3 кіші 4-тен. Так, енді мынау мына жаққа плюспен кетеді. Дұрыс па? Иә. 7 болады. Енді сіз минус 3-ке бөлгенде мына таңба өзгереді сізде. Минус 7 бөлінген 3. Понятно? Мгм. Иә. Так, енді мынау немене болады бізде? Мынау болады бізде минус 2,3-тен 1. Дұрыс па? Иә. Мгм. Так, все, енді ортақ шешімін табамыз. Яғни шешімдерін қиылыстырамыз, иә? Иә. Так. Бізде қандай сан бар? Біріншісі қандай? Міне, былай дөңгелектеп қоясың ақ қағазға жазғанда. Өйткені осы іздеп атасың, ана жерде табылмай жатады. Түсінікті? Мгм. Жақсы. Так, мынау бізде минус 2,3-тен 1, ал мынау бізде 15-тен 1. Оң сан ғой енді ол. Үйдің Мгм. оң жағы. Мынау бізде қараңыз. Мында бізде мына жерде былай болып тұр, иә? Міне ғой бізде. X үлкен минус 2,3-тен 1-де. Дұрыс па? Минус Мгм. 2,3-тен үлкен ол мын жаққа қарай кетеді. Понятно? Иә. Мгм. Енді ал 15-тен 1-ден кіші деген ол мына жаққа кетеді. Қай жерде қиылысып тұр сонда? Ортасында. Иә. Және міне көбінде жай жақша болады. Екеуінікі де қатал. Түсінікті? Мгм. Міне. Болды. Сондықтан да міне осы шешім шықты. Міне С шешімі шықты бізде. Түсінікті? Иә. Все, кеттік ары қарай. Интеграл. Интегралды есепте дейді. Так, мына жерде қара міне. Мына жерде мен қандай да бір а санын түбірдің астына
енгізетін болсақ квадраттық түбірдің ішіне, онда біз оны а санын квадраттаймыз да түбірдің астына жаза саламыз. Түсінікті? Мгм. X түбір астында x, бұны былай жазамыз. X-ті квадраттаймыз, екінші дәрежеге аламыз да x-ке көбейтеміз, иә? Мгм. Бізде былай болады. Мынау бірінші дәреже, 2-ке бірді қосқанда 3x-тің кубы болады. Түсінікті? Мына жерде 2 Ага. деген сан ол жазылмайды. Түсінікті? Сонда бұны былай Иә. жазуға болады. X-тің 3-тен 2 дәрежесі деп. Түсінікті? Мгм. 0-ден 4-ке дейін. Мынау бізде x-тің 3-тен 2 дәрежесі минус x. dx енді жазбай ақ қоюға болады, dx-ті ана жерде уақытты үнемдеу үшін. Короче, бұл былай болады. x-тің 3-тен 2 дәрежесі қосу 1, 3-тен Мгм. 2 қосу 1. Қандай функцияның туындысы x-ті береді? Ол x квадрат бөлінген 2. X квадрат бөлінген 2. Міне, мынау үстіңгісі b, астыңғысы a. X Мгм. орнына 0-ді қойып, бәрі түгел 0 болып кетеді, сондықтан да b нүктенің мәнін ғана есептейміз. Түсінікті? Мгм. Иә. Енді 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, 3-ге қосамыз 5, иә? X-тің Ага. ол 2 дәрежесі, мына жерде де 5-тен 2 дәрежесі. Енді мына 2 барады да, мына x-ке мына жерге келіп тұра қалады. Түсінікті? Мгм. Вот. Минус x квадрат бөлінген 2. Все, енді есептейміз. Сразу 4-тікін есептейік, 0-тікін есептемейміз, иә? Так, енді мына жерде Мгм. міне былай. Мынау 2 мында кетеді, міне 4-дің көрсеткіші. X 5 былай болады. Понятно? Мгм. Енді мына жерде мынандай қасиет бар. Мына 5-ті былай шығара тұруға болады осылай. Түсінікті ме? Мгм. Вот. Сонда енді сен x-ің орнына 4-ті қоясың. 4 сыртында 5 тұрады, иә? Так, Ага. түбір астында неше болып шығады? 2 болып шығады ғой мына 4, дұрыс 2. па? Иә. 2-ның қанша болды бізде? 32. 32. Понятно? Міне. Мгм. Мына жерде орнына 4-ті қойғанда 32 деген сан шығады. Ол сосын 2-ге Ага. көбейт. 2-ге көбейтеді. 64. 64 астында 5 болады. Дұрыс па? Мгм. Енді мына жерге 4-ті қоямыз. Иә? 16 бөлінген 2 8. 8. Дұрыс па? Енді Мгм. все, мына 5 жерде 8-ім 40. 64-тен 40-ті азайтасың, астында 5. Иә? Мгм. Ол бізде 24. 24 бөлінген 5. 5. Иә? Так, оның алымында бөлімінде 2-ге көбейтесің. Ондық 4 бөлшекке те айналдырып. 8. 4-те 8. 4-те 8. Молодец. Молодец, ты сильно подтянулся. Түсінікті ме? Мгм. Міне мынандай осы интегралдарды міне осы түбірмен осы амалдар жасап жүресің. Ага. Как, отец? Жақсы. Жарайды. Так, міне. Давай мында іздеп көрейік. Мгм. Так, 0. Так, 0 міне мында бар ғой. Ага, иә. Минус шексіздікпен міне. Минус шексіздіктен 3-ке дейін. Дұрыс па? Мгм. Мына жерде 0 бар ғой, правильно? Иә. А бірақ мына жерде x-тің орнына 0-ды қоюға Болмайды. болмайды. Вот, видишь, да? Мгм. 100% болмайды мына дұрыс жауап. Так, басқа варианттарда 0 бар, бірақ алынбайды. 0-ды алуға болмайды. Басқа ашық түрде 0 жоқ. Ничего Иә. страшного. Так, 0 мен 3-тің арасында қандай ыңғайлы сан бар? Так, 1. 1. Ну, давай x-тің орнына 1-ді қойайық. О, ашық. Бұл дұрыс емес қой, келісесің бе? Мгм. Иә. Міне, x-тің орнына 1-ді қойсақ, мында минус 2 шығады, мында 6 шығады. Ал минус 2 6-тан үлкен емес, дұрыс па? Иә. Все, мынау Мгм. бола алмайды. 2-ақ жауап қалады. Так. Мынау не дейді? 3-тен плюс шексіздікке дейін ала беруге болады дейді. А мынау 3-тен 9-ға дейін дейді. Дұрыс па? Мгм. Ну, давай онда не мынау? 10 деген санды. Дұрыс па? Иә. Оны қоюға болады. 10 деген санды алайық.
Даже былай да, ну жарайды, 10-ды алайық міне. 10-дан 3-ті алғанда қанша? 7 ғой. 7. Мгм. Так, бұл жерде 6-ны нешеге бөлеміз? 10-ға. Ба? 10-ға. Мынаны былай салыстырасың міне. Бүйте саласың. 10-ды 4-ке көбейтесің. Сосын Ага. мына жерде крест-накрест көбейте саласың, болды. Понятно? Мгм. 10-ды 4-ке көбейткенде 40. Мынаны көбейткенде қанша? 42. 42. Мгм. 42-ден үлкен бе? Жоқ. Жоқ. Значит, мынау дұрыс емес. Понятно? Мгм. Все, дұрыс жауабы мынау. Түсінікті ме? Иә. Так, енді шарп көрейік, иә? Енді осыны жай ғана шеш деп бермейтін шығар. Бізге айтады, ең үлкен бүтін шешімін тап деп сандырақтайды ғой тоже. Так, ну давай шығарайық. Шығарғанда міне бүйтесің. Мынау міне 4 бөлінген x минус 3 минус 6 бөлінген x үлкен немесе тең 0-ден дейсің. Сосын барып ортақ бөлімге келтіресің. Мында x кетеді, Мгм. x минус 3. Түсінікті? Иә. x минус 6 көбейтілген x минус 3. Мына жерде бөлімінде x минус 3 үлкен немесе тең 0-ден. Так, мына жерде жақшаны ашасың. 4x минус 6x 6x 18. минус Иә? 18. Мгм. Дұрыс па? Иә. Все. Бөлімінде x минус 3 үлкен немесе тең 0-ден. Так, мынаны минус 2x болады, дұрыс па? Иә. Так. Ага, дұрыс түгел. Мына жерде минус плюс береді, дұрыс, иә? Плюс. Так, плюс 18 x минус 3 үлкен немесе тең 0-ден. Так, мына жерде былай істейсің. Мынаны былай орынмен ауыстырып жаза салуға болады. 18 минус 2x деп қоса жаза беруге болады. Түсінікті? Мгм. Вот, мен қалай айтсам екен, былай бір қарапайым жолмен, енді сіздерге түсінікті жолмен шығарып жатырмын. Түсінікті? Мынандай бір Ага. минустарын шығарып бүйтіп жүр, ондай бір манипуляция жасап жатқан жоқпын. Я стараюсь Мгм. решать так, вы решаете вот прямыми схемами. Түсінікті? Мгм. Артық ешқандай бір қулықтар ештеңе жасап жатқан жоқпын. Болды, математиктар бүйтіп жердім, сөйтіп жердім деген сияқты. Олай істеп жатқан жоқпын, әдейі түсінікті болғандай. Вот стандартный бір әдістермен. Осылай Мгм. істеймін, жетем деген сияқты. Енді әрбір жақшаны нөлге теңестіремін. То есть мына жерде x жалғыз өзі тұр, ол 0 болады. Ага. Понятно? Иә. Мгм. Мынау x нөлге Да, тең болу 3 болады. 3 болады, иә? Мгм. Так, мынау немене біз міне қара. 9 18 минус болады. 9 болады, дұрыс, молодец. То есть сонда давай мына жерде мына жерге қарай 0-ды алайық, иә? Мынау бізде Мгм. 3 болды. Міне. Мынау 0, мына жерде 3 болады, мына жерде қанша болады бізде? 9 9. болады. Ой, тез істей саламыз, енді оны кітапты іштеп әдемілеп жатпаймыз. Оған уақыт жоқ. Так, енді таңбаларын қоямыз, иә? Минус 1. Міне мына жерде x-тің орнына минус 1 келеді, мына минус плюсті береді. Түсінікті? Мгм. Так, жарайды, мен қазір біріншісін жазып шығамын осылай. Так, міне біріншісін. Міне нөлдің сол жағында менде минус 1 бар. Значит, бүйтем міне. 18 минус 2 көбейтілген минус 1. Сосын мына жерде минус 1. X-тің орнына минус 1-ді қоямын, минус 3, иә? Енді осыны түгелін есептеймін. Мгм. Мына жерде минус плюс береді бізде, дұрыс па? Иә. Мынау минус 1 қалай береді? Минус 1 минус 3 ол бізде минус 4 болады. Минус Түсінікті? 4. Мгм. Так, мынау 20 болады. Мынау минус 1, міне минус 4. Минус плюс береді. 4, 20-ны 4-ке 80 болады. Ол 10 сан таңбасы плюс. Значит, мына жерде болады. Түсінікті ғой, иә, қайдан шығатын? Иә. Иә, вот. Бірақ осы амалды сен ойда істеуің керексің. Сен олай ана жерде кітап іштеп жазып отыратын уақыт болмайды. Сен 90-ақ секунд. Иә. Так, бірді аламыз. 2-ні 1-ге көбейткенде 2. Дұрыс па? 18-ден 2-ні алғанда 16.
значит плюс 16 деген оң сан плюс мына жерде бірді x-тің орнына бірді қоямыз ол плюс оң сан мына Плюс. жерде бірден алғанда бізде минус 2 болады ол Минус. тек минус болады. Понятно? Плюс Мгм. плюс минусты береді, иә? 3-тен 9-ға Ага. дейін өзіміз қандай сан аламыз? 4. 4 алсақ 8, 18-ден 8 алғанда 10, Плюс. мына жерде плюс болады. Согласен? Мгм. Енді 10-ды аламыз, дұрыс па? Мгм. Так. 10 аламыз. Немен шығады Да, бізде? минус болып кетеді. Минус болып кетеді біріншісі, дұрыс па? Иә. Мынау плюс, мынау плюс болады, дұрыс па? Мгм. Сонда минус. Так, енді қараймыз. Біздікі 0-ден үлкен деп тұр, солай ма? Иә. Біздікі 0-ден үлкен. 0-ден үлкен десе, бізде плюс аралығы болады, дұрыс па? Иә. Міне мынау болады. И міне мынау болады. Көріп тұрсыз ба? Ага. Вот. Так, енді міне қараңыз. Мына жерде негізі міне қараңыз. Мынау боялмайды. Ой, мынау боялады 9. Өйткені міне мынау x-ге тең болмау керек. Біз шарт қоямыз ғой. x0 мына жерде Мгм. міне 0-ге тең болмау керек. А мына жерде x 3-ге тең болмау керек. Понятно? Мгм. Иә. Мына жерде міне мына x дара тұрған x-тің өзі 0 болмау керек. Ал мынау x мына жерде 3-ге тең болмау керек. Мынау 0-ге тең болмау үшін x 3-ге тең болмау керек. Яғни x 0-ге де 3-ге де тең болмау керек. Ал үлкен немесе тең деп тұрса, алымы 0-ге тең бола береді. Значит, мынау 0-ге Мгм. тең болады. Значит, 9 кіреді. Понятно? Иә. Все, сонда бізде міне плюс аралығы минус шексіздіктен 0-ге дейін 0 кірмейді, и 3-тен 9-ға дейін 9 кіреді. Міне дұрыс жауап бағана. Міне біз А дұрыс жауап. Түсінікті Иә. ғой, иә? Мгм. Все, прекрасно, кеттік ары қарай. Интегралды есептеңдер дейді. Анықталған интегралды. Ну, бұл енді стандартты есеп. Так, x квадраттық ол бізде x куб бөлінген нешеге? 3-ге, иә? X-тікі былай болады ғой. 2 көбейтілген x квадрат бөлінген 2. Ага. 2 қарат x квадрат болады, дұрыс па? Мынау Иә. минус x. Минус х. 0-дан 3-ге дейін. Прекрасно, 0-дан 3-ге дейін. Асты 0, үсті 3. Тамаша. Мына бүкіл жерде x тұр, асын есептейміз, үстін ғана есептейміз. Так, 3-тің 27, 27-ні 3-ге бөлгенде 27. 9. 9, 3-тің квадраты 9, минус 3, иә? 18, 18-ден 3-ті алғанда қанша бізде? 15, иә? 15. Дұрыс жауабы. Түсінікті? Иә. Мгм. Так, кеттік ары қарай. Так, найдите первый член бесконечно бывающей геометрической прогрессии, если ее сумма членов равна 1/2, а сумма квадратов ее членов равна 1/12. Шексіз кемел геометриялық прогрессияның дейді. Бірінші мүшесімен еселігін тап дейді, иә? Мгм. Бірінші мүшесін b1-ді тап дейді. Так, геометриялық прогрессия bn шексіз кемел деп аталады, егерде модуль q 1-ден кіші болса. Так, бұның дейді, ал шексіз кемел геометриялық прогрессияның барлық мүшелерінің қосындысының формуласы ол міне мынау. Осын жаттап алу керек. Түсінікті ғой, иә? Мгм. Иә. Міне. Бұл барлық мүшелерінің қосындысы. Вот так вот. Так. Ал былай дейді, если ее сумма 1/2, а сумма квадратов ее членов 1/12. Ол былай ғой міне. b1 қосу b2 қосу b3 и так далее кете береді. И барлық мүшелері нешеге тең екенін білмейсің, бірақ былай болады ол. Міне қосындысы осылай табылады. Түсінікті? Шексіз кемел былай. Мен 1-ді аламда 3-тен 1-ге көбейтемін. Келесі мүшесі 3-тен 1 болады. 3-тен 1-ді 3-тен 1-ге көбейтемін. 9-дан 1 болады. 9-дан 1-ді 3-тен 1-ге көбейтемін. 27-тен 1 болады. 27-тен 1-ді 3-ге көбейтемін. 81-ден 1 болады. 81-ден 1-ді 10-тен 1-ге көбейтемін. Ол бізде 243-тен 1 болады. Міне осындай сан тізбегін шексіз кемел геометриялық прогрессия дейді. Түсінікті? Міне мұнда q нешеге тең? 3-тен 1-ге тең. 3-тен 1 ол 1-ден кіші. Түсінікті? Енді міне осыларды қосатын болсам, мен қара, бұл мен қандай санмен бітетінін білмеймін мен. Түсінікті? Понятно? Міне. Қандай санмен бітетінін білмеймін. Бірақ, то есть, былай міне, неше мүшесі бар екенін білмесем де,
Оның бәрібір де барлық қосындысы былай табылады. Міне бірінші мүшесі b1, иә? Оның 1 минус q. Q бізде 3-тен 1-ге тең. Міне. Сонда 1 минус 1-ден 3-тен 1-ді аламыз, ол бізде 3-тен 2 болады, иә? 3 иә, үстіне кетеді, 3 бөлінген 2, сонда 1,5 болады. Барлық мүшесі неше мүше бар екен білмесек те, бәрібір де барлығын қоссақ, ол 1,5-ге тең болады екен. Түсінікті? мхм, Ал енді біздің есепте былай деп тұр. Енді осы мүшелерді алғанда квадраттап жүрген міне. Түсінікті? мхм, А оның формуласы былай болады. b1 квадрат, b2-ның квадраты қосу b3-тің квадраты қосу и так далее болса, бұның барлық мүшесі қосындысы былай есептеледі. b1 1 минус q квадрат болып қалады екен. Понятно? мхм, иә, Сонда бізде былай b1 1 минус q ол бізде 2-ден 1-ге тең. Так, b1 1 минус q квадрат ол бізде 12-ден 1-ге тең екен. Түсінікті? мхм, Енді бүйтіп жүремін мен. Мен мына біріншісін былай міне. b1 1 минус q-ді бөлемін b1 1 минус q квадратқа. Иә? 12-ден мхм, 1-ді 2-ден 1-ді 12-ден 1-ге бөлемін. Так, міне мен тәптіштеп жазып жатырмын осылай әдейі, түсінікті болғанда. Бұл амалдар қайдан келетін. Мынау, так, мхм, мынау міне. Мынау асты үстіне кетеді ғой, дұрыс па? иә, Так. Сейчас 5 минут мен мына формуланы тексеріп жіберейін. Так, b1 на q квадрат b1 так 2 n былай ғой бізде b1 q n минус 1, иә? Ага. Квадрате. Мынау да квадрате, мынау да квадрате. Аха, мынау жерде квадрат болады. Мына жерде квадрат ага, болады. Көріп отырсыз? Понятно, мхм, да? Так, мына жерде мхм, b3 бізде b1 q квадраттың квадраты q 4-ші дәреже болады. Аха, короче, мына жерде b1 жақшан сыртына шығады, и 1 қосу q квадрат, q4, аха, все понятно, қосу и так далее болады. Мынау да геометриялық прогрессия. Бұл бізде b1-дің квадраты мына жерге келеді. А мынау бізде болады 1 минус q квадрат. Иә? 1 минус... мхм, Иә, все верно. Дұрыс. Ана жерде b1-да квадрат болады екен. Понятно, да? мхм, Негізі әжептәуір кішкене уақыт алатын есе, мен сондай күрделі емес, бірақ оқушыға күрделі болуы мүмкін. Так, мына жерде міне квадрат болады, b1-дің квадраты болады. Так, и мына жерде міне b1-дің квадраты, иә? мхм, Так, мына жерде онда былай істеймін мен, кім? Мынаның біріншісін былай квадраттап жіберемін. Понял, да? ага, Мына жерде b квадрат шыққандай, түсінікті? мхм, А мынау b1 минус q-дің квадраты болады. А мына жерде 4-тен 1 болады. 2-ден 1-дің квадраты 4-тен 1 болады. иә, Понятно? мхм, Вот, мына жерде былай. Так, сонда былай болады. 4-тен 1 бөлу. Так, 12 үстіне кетеді, 1 астына кетеді, иә? мхм, Көрінеді ғой, иә? Мынау қысқарады, мынау 1 болады, мынау 3 болады, иә? Так, мына мхм, жерде енді мына мен мынау қысқарады, көрдің бе? иә, Так. Енді менде былай қалады. Міне 1 минус q квадрат дегенде мен былай жазамын. 1 минус q, 1 плюс q. Астында 1 минус q-дің квадраты ғой. Оны 1 мхм, минус q тең 3-ке деймін. Понятно? мхм, Так, мен мынау қысқарады, иә? иә, Так. И бізде не шығады, қара? Сонда бізде не шығады? Так, тездетейік. Бізде міне 1 плюс q қалады. Бөлімінде 1 минус q қалады, тең 3-ке. Дұрыс па? Немесе иә, 1 қосу q тең 3 көбейтілген 1 минус q. Да? 1 мхм, қосу q
тең 3 минус 3q. Да? 3q'ді мына жаққа плюспен жіберем, 4q болады. 4q 3-1-ді алам, 2 болады. Дұрыс па? 2. Тең 2-ге бөлем, ол бізде қысқарады 2-ден 2-ден. 1. Вот, значит, q'мыз бізде нешеге тең? 2-ден 1, иә? 2-ден 1. Мгм. Q 1-ге тең. Так, енді бізге неменен табу керек? B1-ді табу керек қой, дұрыс па? Бірінші мүшесін, иә. Иә, B1-ді. Оны бағана айттық қой бізде міне. B1 1 минус Q 2-ден 1-ге тең, дұрыс па? B1 Q 2-ден 1-ге тең 2-ден 1, дұрыс па? 1-ден 2-ден 1-ді алған 2-ден 1, дұрыс па? 2-ден 1. Иә. B1 2-ден 1 тең 2-ден 1, иә? Мына 2 үстіне кетеді. Түсінікті? 2B тең 2-ден 1. 2-ге бөлеміз барлығын, сонда B1 тең 4-ден 1-ге тең. 4-ден 1. Ага. Да? Иә. 4-ден 1. Бар ма сонда жауап? Көрінбейді, дыда қойдым, кажется. Иә, да. Міне, дұрыс жауабы. Понятно? Ага. Қазір екінші тағы да бір 40 минут өткіземіз. Екінші бөлім. Жарай ма? Ага, жақсы. Так, ну мынау элементарный есеп енді, иә? Совсем просто. Мынаны мен 4 көбейтілген 6, түбірдің астына 9 көбейтілген 2, түбір астында 3, иә? 4 түбірдің астынан 2 болып шығады, түбір астында 6 қалады. 9 3 болып шығады, түбір астында 2 қалады. Да? Түбір астында 3. Екіншіге көбейткенде 6. Так, мынаны түбір астында 3, түбір астында 2, түбір астында 2. То есть мен түбір астында 6 дегенде былай жаздым. Понятно? Иә. Түбір астында қысқарады. 6 түбір астында 2 көбейту, түбір астында 2 шығады. 2. Понятно? Иә. Так, ну кеттік ары қарай. Так, мына жерде немене? Мына жерде синус альфа плюс синус бета формуласы қолданамыз. Правильно? Так, соны. Так, егер мен қателеспесем, 2 синус альфа плюс бета бөлінген 2 косинус альфа минус бета бөлінген 2. Осылай болу керек, да? Справочник. Так, ну, осылай қарай қоярсың, да? Есеп под рукой интернет қарай қоясың. Так, енді есептейміз сонда бізде 2 синус 80-ге 40-ты қосамыз 120, 120-ны 2-ге бөлеміз 60. Так, косинус 80-нен 40-ты аламыз 40, 40-ты 2-ге бөлеміз 20. Да? Косинус 20 қысқарады. А синустың 60-ны 3 бөлінген 2. Да? Түбір астында міне А жауабы. Понятно? Иә. Так, прекрасно. Так, мында былай дейді. Осы есептерге қалу мүмкін. Используя данные на рисунке, определите, былай дейді. Максимум, міне дейді, x максимум, x минимум. Түсінікті? Вот, ол мына жерде мынау болады, міне. Міне, минус 2. Ол бізде минимум болады, максимум болады. Өйткені міне жоғарыдан төмен кетеді. Мында төменнен жоғары кетеді. А 0 ол минимум болады. Міне астына кетеді. Понял, да? Видишь, да? Иә. Былай кетсе максимум, былай кетсе минимум. Понятно? А туынды арқылы ол былай болады. Егер туындының таңбасы плюстан минусқа ауысса, ол максимум болады. Минустан плюсқа ауысса, ол минимум болады. Понятно? Так, все. Значит, негізі болды, жергілікті максимум, жергілікті минимум дейді. Жарайды. Короче, минус 2 ол максимум, 0 минимум. Іздейік сондайды, иә? А варианты. Түсінікті? Так, міне. Не дұрыс жауап. Так, кеттік ары қарай. Вот, міне қызықты есеп. Мында былай. Мына бұрышты тап дейді. Б бұрышын тап дейді.
Так, ну давайте, мен қаншама сабақтар бердім ғой геометриядан күшті сабақ. Міне мына бұрыш Мгм. нешеге тең? Мадияр, мына бұрыш нешеге тең? Так. Этот А деп тұрған жер 90 болады. Дұрыс. Сосын так. Мынау іштей 30 сызылған. болады ма? Жо, ойлан. Міне мынау Ага. 30, көрдіңіз ба? Ага. Ал мынау АО, міне 60 АО болады ма? 60 болады. Вот. Центрлік бұрыш ол іштей сызылған бұрыштан 2 есе үлкен болады, егер қабырғалардың ұштарын бір хордаға тірелсе дейді. Міне мына хордаға тіреліп тұр ғой бізде. Міне Иә, мына иә. хордаға, видишь, да? Общий Мгм. хорда. Көрдің бе? Иә. Вот. Күшті есеп негізі, мынау автор жақсы құрастырған. Мынаны тек просто түсіну керек. Міне мынау 60. Ал Ага. радиус пен жанаманың арасындағы бұрыш всегда нешеге тең 90. болады? 90. 90. 90. А значит, мына нешеге тең? Жер 30. 30. Понял, да? Иә. Вот. Күшті есеп. Дұрыс жауабы бар ма екен, қарайық. Бар ма? Мгм. С. С. Понял, да? Иә. Күшті есеп. Грамотно құрастырылған есеп. Просто білсе болды. Так, ну мына интегралдың жұмысы көп енді. Так, ну, во-первых, былай міне. Мына санды, міне, 2, 5, мынаны. Интегралдың сыртына шығарып жіберемін. Көріп тұрсың ба? Мгм. Былай. Сосын мына dx үстіне кетеді. Түбір астында 0,1 x минус 1. Мгм. Ну, мынау негізі мектеп оқушысына күрделі интеграл негізі. Так, бұның дайын формуласын берген мен сіздерге. Помните, да? Не помните? Мгм. Мен ана істе дегенді істемедіңдер сендер. Шығар дегенді шығармадыңдар. А вот соны істеу керек. Міне, дайын формула осылай. Көріп отырсың ба? Мгм. Так, сейчас скажу. kx қосу b, короче, dx бөлінген. Так, dx дегеніміз ол бізде, қастестес, dx дегеніміз ол бізде kdx тең dt. dt, я dt бөлінген. Короче, қазір мен dt бөлінген Екі k. бөлінген К, Да, KX қосылған Б болады. короче, k былай шығып кетеді, я dt бөлінген түбір астында t, да. Сонда ол бізде алдында 2 болады. 2 бөлінген k, иә, былай болады. Мгм. 2 бөлінген k, именно 2 болады. Дұрыс па? Мгм. Түбір астында kx қосу b плюс c. Міне, осылай дайын формула бергем, да? Иә. Бар ма сол сізде? Иә, бар. Вот соның шпаргалкасын жасап алуымыз керек. Түсінікті? Аха. Мынаны қазір шығару жолын көрсетем, бұл уақытты алады, ұзақ шығады. Так, бізде k деген міне мынау. Міне бізде k деген. Видишь, да? Аха. Иә. Болды, қоя салайық мына жерде. 2 бөлінген немене бізде 0,1 0,1. 0,1 x минус